Еліміздің кейбір өңірлері қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында бөлінген қаражатты мүлдем игере алмаған. Бұл тізімде Маңғыстау облысы көш бастап тұр. Несиелік қаражат есебінен тұрғын үй салудан Жамбыл және Қостанай облысы төмен көрсеткіш көрсеткен. Бұл жөнінде бүгін өңірлік даму министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде ведомство басшысының бірінші орынбасары Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Қаржының игермеліне түрлі себептер келтірілді. Мысалы, Жамбыл облысында баспана құрылысының 1 шаршы метр құнының төмен болуына байланысты байқауда жеткізушілер болмаған. Аталған бағдарлама аясында биыл 6 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үй салу жоспарлануда. Бұл мақсатта жыл басынан 213 миллиард теңгеге жоқ инвестиция бөлінді. Несиелік қаражат есебінен тұрғын үй салу мақсатында республикалық бюджеттен 2013 жылы өңірлерге 30 миллиардтан астам теңге бөлу жоспарлануда. Жыл басынан қаржының 82% игерілді. 1200 пәтер салынды. Дегенменде кейбір өңірлер бөлінген қаржыны игеру кезінде олқылықтарға жол беруде. Атап айтсақ, байқаулар өткізу ережелері бұзылуда. Бұл мәселе бойынша тиісті аймақтардың басшылары ескертулерін алды, шаралар қолдануда.